Алғаш осы жаңа медиаға келіп жатқан кезде мен енді блогты бірінші Америкадан біліп келдім. 2009 жыл ма екен, сол жылдары 2011-де. Әлі Қазақстанда әлі интернет кең таралған жоқ, жұрт білмейді ол кезде. Соны ойладым, яғни қазақ журналистеріне біз ақпарат технологияны қалай жеткіземіз, қалай сауаттандырамыз. Ең оңайы сол блогтан бастауы болды. Сөйтіп біз жаңағы блог деген бір сәнге айналдыруға тырысты. Блогшы болу деген ол жақсы, сен блогшы болсаң интернетте жеке бренд боласың деген тәрізді сол идеяны қоғамда культивациялады. Сол нәтижесінде блог жақсы қарқын алды, блогшылар арасында ұнайтыны үлкен ынтымақтастық пайда болды. Сол ынтымақтастық жойылмас үшін жылына бір рет наурыз айында, наурыз тек қана бір киіз үйдің ішінде қымыз ішіп, наурыз көже жеу деген сияқты болып қалмасын, наурыз бір жаңа идеяның бастауы тәрізді бір сәнге айналсын деп ID наурыз таңдап алдық. Әрі наурызда бізде 3 күн демалыс беріледі. Одан кейін құрылтай сөзін қосқан себебіміз біз шетелдегі қазақ жастарын қосқымыз келді. Себебі дүние жүзінде құрылтай болады, оған көп үлкен кісілер қатысады. Біз жастар бара алмаймыз, қатыса алмаймыз. Бірақ әлемнің қай түкпірінде болсын жастар технологияға жақын деп, сосын біз шетелдегі қазақ жастарды қосайық, шақырайық. Осы жаңа медиа негізінде біз қарым-қатынас орнасын, бәлкім көрмесек те интернет арқылы байланыс орнатайық деп құрылтай сөзін қосты. Сосын блог құрылтай деген атау пайда болды. Алғашқы құрылтай өте сәтті өтті. Одан кейінгі құрылтайларда өзі ойлаған межеден шықты деп айтамын. Себебі басты мақсат ол интернеттің басты қасында жүрген, қазақша ойлайтын, қазақша түйсінетін қазақ жастарының ынтымақтастығын арттыру. Ең бірінші мақсат осы. Сондықтан да блог құрылтай көшпелі болды. Бірінші Алматы, одан Астана, одан былтыр Шымкент болды. Бұйырса енді алдағы жыл тағы басқа өңірде болады. Сол өңірдің интернетке белсенді қазақ жастардың бір ынтымақтастығын бекіту, нығайту, ешкімге тәуелсіз, еркін ойлайтын, ойын пікірін ашық айтылатын жастардың басын қосып отыру. Ал шындап келгенде ол блог өзектілігін жойды қазір. Әлемде ол блог өзектілігін жойып келе жатыр. Сондықтан бұрынғыдай адамдар қазір блог құрылтайда, мысалы блог бастауды үйретпейді. Ол түсінікті, оған ешкім бұны кемшілік деп санамайды. Себебі әр нәрсенің өзінің даму заңдылығы бар. Блог қазір бұрынғыдай қызық емес, есесіне әлеуметтік желілер қызық. Әлеуметтік желінің орнын тағы басқа дүние басады. Бірақ адамдардың белсенді интернет қолданушының бас қосу меніңше керек. Ол сен интернетте жақсы дос болып сөйлесіп, бірақ жылына бір рет сен жүзбе-жүз кездесуің, іштегі интернетте айта алмаған дүниені айтып, ақылдасып, сол жерде жаңа бір жобаны дүниеге келтіру деген сияқты нәрсе керек. Ол керектігін блог құрылтай дәлелдейді. Блог құрылтайдан кейін қаншама жаңа жобалар пайда болды. Жасырасын жоқ, сол жаңа жобалар қазір қазақ тілі интернет дұрыс сілкіндіріп тұр. Біздің әр блогшымыз жеке тұлғаға айналды. Әр блогшыдан қазір сұхбат алады. Кезінде әр блогшы бір бизнестің мысалы бір құлағын ұстап, өзін дөңгелетіп жатыр. Яғни сол ынтымақтастық нәтижесінде бірлік бар жерде тірлік бар. Сол блогшылардың бірлігі, бір берекесі бар да сіздерінде. Сол блог құрылтай маған сонысымен ұнайды. 5-10 жылдан кейін қалай болатыны айту қиын. 5-10 жыл бәлкім болар, бәлкім ол басқа бір қозғалысқа өзгеруі мүмкін. Мысалы блог құрылтай негізінен домбропати бір құбылыс ретінде өз алдына бөлек болып келе жатыр. Бәлкім сондай бір жаңа салалық проекттер, жобалар пайда болуы мүмкін. Себебі интернет ол дамиды, өзгереді. Бірақ меніңше ол ынтымақтастықтың, бірліктің болған жақсы. Себебі бірлік болса белгілі бір нәтижеге қол жеткізе аласың. Жеке-жеке жүрсең, ол жалғыздың үні жаяудың шаңы шықпайды, ол қиындау болып кетеді.